Бұрын айтқан екен ғой. Қазаққа жау керек емес деген. Өйткені оларды нихуя жеңе алмайсың по-любому деген. Оларды арасына ірткі салып қана жеңесің деген екен. Бүйтіп қарап тұрсаң реально ғой. Бірінші былай деген екен. 300-ге бөлек бұларды деген. Одан кейін өздері руға бөлінеді, ары қарай кетеді деген. Шынымен де қазір қарап тұрсаң, TikTok'та ашса қалсаң, біреу албаным деп атады, біреу жалайырым деп атады, біреу найманым деп атады, біреу дулатым деп атады, біреу басқам деп атады. Ол мен ойлаймын негізі руға бөлінген негізі дұрыс емес деп ойлаймын. Неге біз бәрібір руыңды бүйтіп сен мысалға қазбалашы. Мысалға албан ба? Албанның ішін қазбала сыртқа қарай, түгел жоғары қарай. Албаннан жоғары қарай ше түгел. Мысалы, оның атасының атасын қазбала, оның атасының атасын қазбала. Жалайыр ма? Мысалы, жалайырдың атасының атасын қазбала, оның атасының атасын қазбала. Реалі бүйтіп тақалып келген кезде оның бәрі бір атадан тараған, бір адамнан тараған, бір қазақтан тараған. Сондықтан соны түсініңдер ағайын. Біреу анау деп бөлінсек, біреу мынау деп бөлінсек, қазақтың несі қалады қарап тұрсаң. Қазір и так біреуді біреу аяп атқан жер жоқ, біреуді біреу пышақтап, біреуді біреу зорлап, біреуді біреу өлтіріп қазір. Қазақтар аямай жатыр бір-бірін қазір. Оның бәрі негізі біріншіден мына қоғамдағы не аура дұрыс емес. Мысалы, бір жерге барсаң, бір жердің аурасы ұнамай тұрады ғой, мысалы саған. Сол сияқты мына полный қоғамдағы аура дұрыс емес. Қазір адамдарға қарап тұрсаң, адамдардың бәрі анандай агрессивный жүреді. Былай бәрінің түрлері былай. Бір нәрсе айтсаң, бір орынсыз сөйлеп қалсаң, мысалы байқамай, шапалақпен тартып жіберуге дайын тұрады. Үлкен кісі, кішкентай кісі разница жоқ. Сондай мысалға ше. Соған бүйтіп қарап тұрсаң, бәріне себепкер өкімет болып тұр енді. Қайта-қайта өкіметті жамандай бердің ғой демендер енді. Мына хотя бы бар ғой. Бір ана Ердоған сияқты каждыйымызға $300 төлемей қойсын айына ше. Просто так былай бір ақша бермей қойсыншы. Просто андай ғой. Адамдарға ыңғайлы қылып берсеге, мысалы жұмысты, өмір сүруді, сол кезде басқаша әңгіме болар еді хотя бы. Қиын ғой қазір, өмір сүру қиын. Выживание болып кетті адамдарда. Выживание болып кетті. Кредит алып тойға барып, кредит алып той жасайтын болып кетті қазір адамдар. Не істейді?